Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл. Бүгін кәдіден рулет жасайтын боламыз. Ол үшін бір кәдіні алып, тазалап, жуып, ұзын-ұзын қылып тураймыз. Бөлек ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бір кәдінің бөлігін алып, ұнға, одан кейін жұмыртқа, одан кейін барып нанның үгіндісіне аунатып аламыз. Одан кейін қызған майға екі жағын жақсылап қуырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Асыға күтемін. Бөлек бір қызанақты алып, бөлшектеп тураймыз. Одан бөлек салат жапырақтарын тураймыз. Бір кәдіге маған 2 жапырақ қана кетті. Кәділердің бөліктері қуырып болды. Кәдінің бір бөлігін алып, ірімшікті жағып, үстінен салат жапырағын қойып, қызанақ қойып, ораймыз. Солай кәдінің барлық бөліктерін орап шығамыз. Біздің кәдіден жасалған рулеттеріміз дайын. Ас болсын достар, дәмі керемет болып шықты. Жеңіл әрі тойымды.